ауыл шаруашылығында және медицина қолдану үшін ядролық физика институтын ашу қажет деп хат жазады. Халыққа тікелей пайдасы тиетін жобалар бар ма? Онкологиялық ауруларды алдын алу және емдеу үшін радиофарм препараттар шығарып келе жатырмыз. Көрші елдер келіп бізге емделуі мүмкін. Қазақстанның жасыл территориясы кем, құм, шөлей территориясы артып келе жатыр. Әр жоба потенциалды, ұлттық деңгейдегі үлкен жобалар. Әлемдік деңгейдегі технологияларымыз бар. Армысыздар, құрметті көрермендер. Бұл IMP Life подкасты. Біз бүгін алғашқы маусымның алғашқы бөлімінің шымылдығын ашып отырмыз. IMP Life ғылымның терең мәнін қарапайым тілмен жеткізетін жаңа алаң. Біздің мақсат ғылым мен қоғамның арасында көпір орнатып, инновация мен білім арқылы жаңа ұрпаққа шабыт беру. Мен Айдос, және біз бүгін Қазақстанның ғылымының жүрегі ядролық физика институтындамыз. Бүгінгі қонағымыз физика-математика ғылымдарының докторы, академик, ядролық физика институтының бас директоры Саябек Қуанышбекұлы Сахиев мырза. Саябек Қуанышбекұлы, қош келдіңіз. Саламатсыздар ма? Бүгінгі біздің тақырыбымыз ядролық физика институтының стратегиясы мен миссиясы. Бұл бөлімде біз институттың бүгінгі рөлі мен басты мақсаты туралы сөз қозғаймыз. Саябек Қуанышбекұлы, институт бүгінгі таңда еліміздің ғылымның маңызды орталығы. Сіздің ойыңызша ядролық физика институтының басты миссиясы неде? Енді бірден миссиясына кіріспес бұрын мен кішкене тарих жөнінде айтып өтсем, осы ядролық физика институтының, яғни Қазақтың ұлы данышпан ғалымдарының бірі Қаныш Имантайұлы Сәтбаев Қазақстан Кеңестер Социалистік Республикасының ұлттық ғылым академиясының бірінші президенті, Кеңестер одағының атом бомбасының атасы Игорь Курчатовқа хат жазады. Сол хатында айтады: атом энергиясын бейбіт мақсатта қолдану үшін, яғни өндірісте, ауыл шаруашылығында және медицина қолдану үшін ядролық физика институтын ашу қажет деп хат жазады. Мінекей осы Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың хатының арқасында расында 1957 жылы осы ядролық физика институты дүниеге келеді. Әрине, алғашқы зерттеулер ол іргелі зерттеулерден басталды. Ядролық физика, қатты денелердің радиациялық физикасы. Міне осы салада алдымен бірінші іргелі зерттеулер болды, одан кейін қолданбалы зерттеу келіп жатыр. Енді біз сонымен қатар ұлы ғалымымыздың тапсырмасын орындау мақсатында радиоизотоптарды өндіріс үшін және медицина үшін, яғни онкологиялық ауруларды алдын алу және емдеу үшін радиофарм препараттар шығарып келе жатырмыз. Одан да басқа өндірістеріміз бар. Енді осы қалып қалғаны ауыл шаруашылығы деп есептемеңіздер. Өйткені міне күні осы екі апта бұрын 27 ауыл шаруашылығы министрлігінің маманына радиациялық технологиялардың қолданысы мен соның қауіпсіздігі деген үлкен 2 апталық курс өткіздік. Болашақта осы салада біздің ғалымдарымыздың, технологтарымыздың Қазақстан экономикасын арттыру үшін үлес қосатын жаңа технологиялар шығатынына мен ешқандай күмәнім жоқ. Міне енді осы тарихтың бастап отырған себебіне мен осы жерден шыға бастайды. Ядролық физика институтының стратегиясы мен алға қойып отқан мақсаттары қандай, миссиясы қандай. Яғни 2023 жылдың мамыр айынан қыркүйек айына шейін 5 айдың ішінде осы біздің ядролық физика институтының барлық құрылымдық бөлімдердің басшылары 5 ай бойы ядролық физика институтының даму стратегиясын жазды. Яғни бұл көп салалы бағыт болғандықтан, енді сол стратегияны біз ол кезде энергетика министрлігіне бағыттап 24-30 жылдарға арналған стратегиямыз бекітіп алдық. Мен сол жерде стратегиямызды жаңа айтқан іргелі зерттеулер де бар, қолданбалы зерттеулер бар. Тіпті қазір мысалы басқа ғылыми зерттеу институттарында жоқ, ізденіс зерттеулерді өзіміздің жарғамызға қосып алдық. Қосымша жаңа өндірісіміз бар. Өндірісіміз тек қана Қазақстан экономикасына жұмыс жасап жатқан жоқ, 4 шетелдік, яғни Франция, Германия, Ресей және МАГАТЭ-нің тендерін жеңіп алып, өзіміздің өндірісті мына бауырлас Қырғыз елдеріне жеткіздік.
Міне осының өзі біздің ядролық физика институтының жаңағы ғұлама ғалымымыз, ұлы азаматымыз, біртуар қазақ халқының Қаныш Имантаевич Сәтбаевтың өсиетін орындауға жасап отқан бағытымыз көрсетеді. Стратегиямызда жалпы осы бағытты анықтап беріп отыр. Егер қысқаша жауап берсек осылай болады. Егер ашып айтатын болсақ, онда жаңа стратегияда ол тек қана бағыттардың қалай даму керектігін емес, онда индикативтік көрсеткіштер бар. Жыл сайын, мысалға, мақала шығару жөнінде. Қандай мақала шығарамыз, қандай журналдар шығарамыз, саны нешеу болады. Одан басқа, мысалға, осы 10 жылдың ішінде кем дегенде 2 әлемдік технологияны шығарып, Қазақстан экономикасында өз үлесін, тек қана Қазақстан емес, әлемдік экономикада үлес қосылатындай, өндіріс шығарылатындай сондай мақсаттарымыз қойып отырмыз. Одан басқа тағы да қосымша жаңағыда енді кем дегенде бір мақаланы мысалға Nature сияқты үлкен баспада шығарамыз деген ойымыз бар. Яғни шынына келгенде былай әлемдік тенденцияны қарап отырсаңыз, кейде тіпті сол бір мақаламен Нобель сыйлығының лауреатын алып жатқан үлкен ғалымдарымыз да бар. Яғни мына табиғаттың тылсым, табиғаттың терең түсініп отқан, соны жаңалықтар ашып отқан ғалымдар да сол Nature сияқты сол үлкен журналдарда мақала шығарып отыр. Міне бұл жөнінде де біз қазір шын керек алғашқы қадамдарды жасап қойдық. Мына кез келген жетістік артында үлкен еңбек жатыр. Институттың дамуына ең көп әсер ететін күш ол кадр ма, технология ма, әлде идея ма? Енді шынына келгенде бұлар өзара байланысты сұрақтар. Біреу бір-біріне тәуелсіз болғанымен, бірақ бірінсіз екінші, үшінші, яғни қорытынды нәтижені ала алмайсыз. Яғни жаңа айтқан мәселенің біреуі нөлге тең болып қалса, онда нәтижесі нөл болып қалады. Сондықтан бұның әрқайсысы өте маңызды мәселе. Ең бірінші бастайтынымыз кадрлардан бастайық. Қазір біздің ядролық физика институтында 81 ғалым жұмыс істеп жатыр. 2021 жылы бізде 56 ғалым болатын. Бұл ненің көрсеткіші? Неліктен ғалымдар қайдан келіп жатыр? Біріншіден, ол ғалымдар басқа жоғарғы оқу орындарынан, институттардан келіп жатыр деген сөз емес. Ондайды ғалымдар бар, бізге келіп қосылып жатқан. Жаңа лабораториялар аштық. Соңғы 22-23 жылдары биылмен қосқанда 3 лаборатория аштық. Бұның өзі біріншіден ғалымдар келіп жатыр, екіншіден өзіміздер ғалымдар даярлап жатырмыз. Біріншіден 1980 жылдан 2010 жылға шейін осы ядролық физика институтында 3 мамандық бойынша докторлық диссертациялық кеңес болған. Міне сонда кем дегенде 300 ғылым доктор мен ғылым кандидаты қорғап, қазір олардың бәрі әлемде өздерінің үлесін, әлемдік ғылымға үлестерін қосып келе жатыр. Содан бері 15 жылдың ішінде, яғни жаңа білім туралы заңға сәйкес, PhD кеңестер тек қана жоғары оқу орындарында ашылып келді. 2023 жылдан бастап ядролық физика мамандығы бойынша Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетімен біріккен диссертациялық кеңес аштық. Міне бүгін таңда ол жерде 3 адам қорғады, 4-ші адам құжатын беріп жатыр. Мінекей осылай біртіндеп өзіміздің кадрларымыз өзімізге дайындап жатырмыз. Әмбе, бұдан басқа бізде біріккен ядролық зерттеулер институты бар, халықаралық ұйым. Міне сонда жастарымыз қазір қорғап жатыр. Қазіргі таңда онда 85 қазақстанда жұмыс істеп жүр. Орта жасы 30-да, оның қазір 19-ы ғылым кандидаты мен PhD докторы. Мінекей осы кадрларды біртіндеп даярлап, өзіміздің әлеуетімізде, жаңа мақалалар санында, ғылыми зерттеу бағыттарының саны мен сапасын арттырып келе жатырмыз. Енді жаңа өзіңіз айтқан екіншісі, мысалға ғылым дедіңіз. Өмір дегеніміз қозғалыс. Ал қозғалысты тек қана әрине алға қозғалу керек. Сондықтан даму үшін, сондықтан бізде жаңағы ғылымның негізгі ең мықты шекарасында сонда ғалымдарымыз жұмыс істеп жүр. Мәселен, Еуропалық ядролық зерттеулер орталығы, былайша айтқанда ЦЕРН, әлем танитын. Осы жоғарғы физика, жоғарғы энергия физикасында алдына жан салмайтын ұйым. Міне осы ұйыммен біз 23 жылы NA62 деген бірінші коллаборация кірдік. Биыл ақпан айында LHCb екінші
бірлестігіне кірдік. Одан басқа ШИП деген жаңа бағдарлама, жаңа зерттеу ашылайын деп жатыр. Міне сонда қазір ең жақсы бағытта жұмыс істеп отырмыз. Және ДРД-1 деген жобаға да еніп отырмыз. Яғни біздің ол жерде ғалымдарымыз эксперименттерге айлап қана қатысып қана жүрген жоқ. Ол біріншіден біздің ғалымдарымыз мойындағаны, оны қабылдап отқаны. Екіншіден, ол жерге біз әлемде қазір ең мықты детектордың бірі строу, яғни қазақшада шыбық деп аударылады. Шыбықтық трубкалық детекторлар жасау жөнінде, соны құрастыру жөнінде әлемдік топ 3-тікке ядролық физика институты кіріп отыр. Яғни біздің үлкен арманымыз әрі мақсатымыз болашақта жаңа ШИП бағдарламасына, одан басқа жаңағы біріккен ядролық зерттеулер институтына да халықаралық мемлекетаралық ұйымға сол жерде НИКА үлкен мега жобасы бар. Сондағы SPD, MPD осы екі проектлерді строу түтікшілерін құрастыру. Одан басқа осы кезінде үдеткіштер жағынан Еуропалық ядролық зерттеу орталығының бірінші конкурент болған Чикаго қаласындағы Фермилаб, яғни Америка Құрама Штаттарының энергетика министрлігінің ұлттық зертханасында, сонда да қазір мысалға Дюна деген үлкен жоба басталып жатыр. Ол енді нейтриндік физика, яғни табиғат жаңа айттық қой, тылсым дүниелерін зерттеп ашу үшін, түсіну үшін үлкен эксперимент қойын деп отыр. Онда да мысалы жердің астында 1,5 шақырым тереңдікте, Чикагоның түбінде, екінші қала содан 1300 шақырым жеріндегі Сан-Диего қаласында, қателеспесем, сонда сондай екі детектор болады. Ұшқан нейтриналардың тіркеуімен екі жерде өлшеп, сондағы неге нейтрино мен антинейтриноның айырмашылығын түсіндіретін болса, онда тағы да біз осы қазіргі адамзатқа осы бәрі білетіміз біздің 5% түсініп отқанымыз. Соның мысалы 25% қараңғы материя, оның қалған 70% қараңғы энергия. Яғни қалған 95%-дің түсіну үшін үлкен қадам болады. Міне осындай экспериментке ядролық физика институтының ғалымдары қатысып отыр. Тек қана ғалымдар емес, болашақта мүмкін ол жерге жаңа детекторларымызды өзіміз жеткіземіз деп ойымыз бар. Мәселен, жаңа айтылған екі меморандумның нәтижесінде қазірдің өзінде 2 мақаламыз шықты. 2 мақаламыз баспада жатыр, 5-ші жазылып жатыр. Мінекей сондықтан біздің ядролық физика институтының ғалымдарының қазір осы Қазақстан зерттеу институттарының арасында жаңа мақалалар шығару жөнінде көш ілгері тұрғанның себебі осында. Мен мысалы тек қана 2 қазір ұйымды айттым сізге, 3 ұйымды айттым. Ол жаңа ЦЕРН, БИАЗИ, біріккен ядролық зерттеулер институты, одан кейін Фермилаб. Мұндайдан басқа бізге қосымша тағы 1-2 жоғары оқу орнын атап өтейін, мысалы Массачусетс технологиялық институт. 24 жылдың жаңа рейтинг нәтижелерінің арқасында ол Гарвард университетінің 2-ші орынға қатысып, 1-ші орынға шықты. Мен сол MIT-мен бізде 2016 жылы 1-ші меморандум қойылды, 23 жылы 2-ші меморандум қойылды. Сол 2-ші меморандум нәтижесінде қорытындылар бойынша бізге қазір 5 PhD докторының шетелдік ғылыми зерттеу консультанты болып, сол MIT-дің профессоры болуға жетті. Сол 5-еуінің қазір 1-еуі қорғады. Қалған 4-еуі жылына 2 айдан ғылыми тағылымдаманы сол MIT-ден өтіп жатыр. Осы жылдың мамыр айында мен MIT-ға барып, сол жерде конкурс өткіздік. Бірнеше магистранттардың арасынан бір магистрант жеңіп, сол бізде маусым, шілде, тамыз айларында ядролық физика институты біздің лабораториядан ғылыми тағылымдамадан өтті. Міне қазір сол ғылыми зерттеулердің арқасында Q1, яғни 1-ші квартилдегі мықты үлкен журналға мақала даярланып жатыр. Рұқсат болса тағы біреуін атап өтейін. Ол мысалы Европаға қатысты Карлсруэ технологиялық институт. Атына көріп отырсыздар, ол жаңағы Европаның MIT. Міне сол жаңа айтылған Карлсруэ технологиялық институтымен біз 22-ші жылдың 1-ші қарашасында меморандумға қол қойдық. Соның нәтижесінде мінекей 3 жылдық ғылыми зерттеу жұмыстары жүргізіліп жатыр біздің су зерттеу реакторымызда. Ол зерттеудің бағыты термоядролық синтез. Мысалы адамзаттың қазіргі осы
21 ғасырдағы энергия үлкен көзінің бірі атом электростанциясы болып табылатын болса, болашақта менің өзім ғалым ретінде айтатынмын, 22 ғасыр ол мүмкін ертерек басталар, термоядролық синтез деп ойлаймын. Қарапайым тілмен айтатын болсақ, мысалы кез келген жұлдыз, бізге ең жақын жұлдыз күн. Сол күннің арқасында адамзат шыны керек өмір сүріп отыр. Ондағы барлық құбылыстар, барлық реакциялар ядролық реакциялар. Міне сол дүниені күнді лабораторияға жеткізіп, содан электр энергиясын өндіру. Бұл ең таза электр энергиясы болып саналады. Сондықтан міне осы бағытқа жету үшін 7 үлкен мәселе шешілу керек адамзат. Осы 7-нің 6-ын шешіп, біреу шешілмесе, онда нәтиже болмайды. Сондықтан осы термояд басталға 60 жылдан асып кетті, адамзат әлі шеше алмай кетір. Өйткені 7-ін қатар шешу керек. Соның бір бағыты жаңағы термоядролық синтезде қажетті тритий. Оны қайдан алады? Табиғатта тритий жоқ. Термоядролық синтез үшін ол міндетті түрде қажет. Тритийді алудың технологиясын біз қазір сол неміс ғалымдары бізге тапсырыс беріп, осы біздің зерттеу реакторында жүргізіп жатырмыз. Оны қаржыландырып отқан Еврофьюжн қаржыландырып отқан Қазақстанда біз бірден-бір ұйым шығармыз. Оны енді шынымен ғылым және жоғары білім министрлігі нақты білуі қажет деп ойлаймын. Бірақ дегенмен бұл бірінші қадам болып есептеп отырмыз. Өйткені қазір бұйыртса тағы да 2 жобаға даярлап отырмыз. Соны Еврофьюжнге беріп, ол жақтан қаржыландырып, өзіміздің республикалық бюджеттен ғана емес, шетелдік фондтардан да осылай қаржы көздерін тартып жатырмыз. Міне осылардың бәрі нәтижесінде біздің ядролық физика институтының ғылыми зерттеу институтының арасында мынау мақала шығару саны мен сапасы бойынша бірінші орынға шығып отырса, Қазақстанда 120 жоба оқырын болса, соның 5-ші орында тұрмыз. Яғни алда Назарбаев университеті, менің альма-матерім Әл-Фараби атындағы ұлттық университет, Гумилев атындағы Евразия ұлттық университеті, одан кейінгі Сәтбаев университеті. Қарап отырсаңыз, Назарбаев университетімен қоса 3 ұлттық университетінен кейін біз 5-ші орында тұрмыз. Егер біздің мысалы жаңағы ядролық физика, қатты денелердің радиациялық физикасы және ядролық технологиялар деп осы 3 бағытымыз негізделіп алатын болсақ, онда осы 3 бағыт бойынша онда біз Қазақстанның алдында көш ілгері тұрған жалғыз ұйымбыз. Мен бұл не үшін айтып отырмын? Біріншіден, мынау жас болашақта үміткерлер, осындай өзім мамандығын таңдап отқан ғалымдар болу екен, инженерлер болу екен, онда ядролық физика институты ойлансын деген мәселе. Екіншіден, мынау қазір мысалға әлемде университеттердің ғылымдары алға жылжып жатыр. Бірақ біз енді кезінде бізде университет және ғылыми зерттеу институттары бөлек жүрген ұйымдар, енді интеграцияларда біраз жылдар арнап сондай эксперименттер жүрді. Дегенмен осы 3 бағытта менің ойымша осы барлық ілгері тұрғандықтан, мысалы жаңағы бұндай жаңалықтар ашу міндетті түрде қондырғылар керек. Міне осы қондырғылардың санына келсек, біздің институтта 11 ядролық физикалық базалық қондырғылар тұр. Сондықтан оның үстіне жаңағы өзіңіз білесіз, 26 қыркүйекте Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев ғылым және инновация жөніндегі ұлттық кеңестің мәжілісінде отырысында осы өзінің сөзінде атап өтті. Ядролық физика институтында жаңа зерттеу реакторын салу керек деп. Осында ғылым қалашығын салу керек. Оның ядросы біздің институт болады деп осындай тапсырма берді. Мінекей осының бәрі нені көрсетіп отыр? Біздің институттың біріншіден осы жетістіктермен ғана тоқтап қоймағанымызды. Біздің жаңа стратегиямызда осы жаңа зерттеу реакторы жазылған болады. Енді осы арманымыздың президентіміздің аузынан шығып отқандықтан, енді соған қазір институттың ғалымдары мен барлық қызметкерлерінің бақыты қуанышына сыймай жүре артып кетпеймін деп ойлаймын. Мінекей осы жаңа сіздің айтып отқан стратегияңызбен миссиямызға қатысты қысқаша және жаңағы кадрларды дайындау жөнінде қандай бағыттар бар деп жатсыз, мені қысқаша жауап берсем осылай болады. Институттың халықаралық байланысы өте кең екенін білеміз. Сол қай елдермен және қандай бағыттарда серіктестік орнатылған? Енді шынына келгенде мен қазір қанша ұйыммен, қанша елмен жұмыс істеп жатқанын нақты айта алмаймын. Бірақ енді бағыттан бастайық. Мысалы жаңа бірінші
Америка құрама штаттарымен есептейтін болсақ, алатын болсақ, онда мысалға энергетика министрлігінің 17 ұлттық лабораториясы бар. Соның 7-еуімен бізде тікелей байланыс бар. Атап айтқанда жаңағы Фермилаб Чикагодағы, одан басқа бізде Брукхейвен ұлттық зертханасы бар, одан кейін Аргон, Оук-Ридж, Айдахо, жаңа солтүстік, батыс, Тынық мұхиты зерттеу лабораториясы бар. Лос-Аламос. Лос-Аламос бар, мінекей осы 7-еу. Егер Евроодақты қарастыратын болсақ, онда олардың 8 үлкен ғылыми орталығының бізде 3-еуімен тікелей байланыс бар. Бұның жаңа айтылған біреуі ЦЕРН, екіншісі Лауэлл Энджелот институты Гренобльда, және сол жерде синхротрон тұр. Мен сол синхротронмен қазір байланысты арттырып жұмыс істейміз. Және 8 халықаралық ұйымдардың 3-еуімен бізде тікелей байланыс бар. Егер Ресей Федерациясына келетін болсақ, ол бірінші орында тұрған әрине Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университеті, Мәскеудегі инженерлік физикалық институты, бұл қазір ғылыми зерттеу университеті, осы атом электростанцияларын салу жөнінде, соған кадрлар дайындау және реакторлар зерттеу жөніндегі Ресейдің тіпті әлемдік деңгейдегі бірінші университеттердің бірі. Мәскеу металдар және болат зерттеу институты, одан басқа Орал федералдық институты, Дубнадағы университет. Міне, онымен қоса Жаңа Сібірдегі Буткер атындағы ядролық физика институты. Енді қазір оны атай берсек, оның тізімі ұзарып кетеді. Негізгілері осы. Жапонияның атом энергиясы жөніндегі агенттігімен тікелей байланыс бар. Олармен 20 жыл болды жұмыс істеп жатқанымызға. Олардың мысалы күні кеше тамызда Осака қаласында өткен Экспо 2025-те арнайы орталық ашып, сол жерде халықаралық ғылыми зерттеу орталығымен өндірілген қаншама жұмыстардың ең мықты деген 12-сінің презентациясы өтті. Соның 12-сінің бірі ядролық физика институтымен бірге жүрген жұмыстар болды. Сонда Жапонияның мемлекеттік осындай бағасын алып, өзіміздің марапатталып келдік. Одан басқа бізде мысалы жаңағы Америка құрама штаттарынан жаңа есіме шығып кетті, жаңағы университеттерде Массачусетс технология институты бар, Теннесси университеті бар, одан басқа Лас-Вегастағы университет бар. Мінекей бұмен қоса Кореяның KAIST, ол мысалы Кореяның жаңағы MIT, сонымен қазір байланыстар, және ғылыми зерттеу реакторларын салатын KAIRI үлкен компаниясымен тікелей байланыс бар. Жақын көршілерімізді алсақ, міндетті түрде Өзбекстандағы ядролық физика институты бар, Тәжікстандағы арнайы радиациялық, биологиялық, экологиялық қауіпсіздік орталығымен, ол орталық институт МАГАТЭ-нің тізімде тұрған институтардың бірі. Халықаралық ұйымдар үшін міндетті түрде МАГАТЭ-ні атап өтуіміз керек. Бізде соңғы 5-6 жылдың ішінде үздіксіз ол жақта жобаларымыз қатысып, ең жақсы бағаларға ие болып жүрміз. Мысалы, жаңа айтып отқан МАГАТЭ-нің тендеріне қатысып, солардың тендерін жеңіп алып, әр солардың қаржысына біз өзіміздің бауырлас Қырғызстан Республикасына онкология ауруларының алдын алу мен жүрек тамыр ауруларын емдеу үшін арнайы біздің ядролық физиканың ғалым инженерлермен шығарылған молибден техниясы генераторын сонда жеткіздік. Енді одан осы жаңа мысалға Жапонияда қазір кеңесіп келе жатырмыз. Оның бірі мысалға олар Quantum Science Technology деген ұлттық институт бар. Оларды жаңа термоядролық синтезге қатысты ғылыми зерттеу жұмыстарын біздің реакторда жүргізіп, бізге қазір жақсы қаржыландырып отыр. Онда басқа қазір 2 қосымша университетпен орталықпен қол қоямыз деп отырмыз. Екеуі де жаңа термоядролық синтезге қатысты. Осы орайда жаңа жапондардың атом энергиясы жөніндегі агенттігімен тағы бір үлкен жобаны айтқым келіп отыр. Олар 4-ші ұрпақтағы жоғары температуралық газбен суыту реакторын салып жұмыс жасап жатыр. Міне сол реактордың отынын зерттеп берген осы ядролық физика институтының ғалымдары, инженерлері. Олар отындарына бір кішігірім қате тауып,
Оны 3 жыл зерттегеннен кейін соның нәтижесін айтып бердік. Олар қателерін жөндеп, тағы да 3 жыл зерттеулерін жүргізіп берді. Енді сол жаңа зерттеуді тағы үлкен тіпті критикалық температуралар, яғни 1600 градусқа шейін зерттеп беруді бізге сұрап отыр. Егер бұйыртып жатса, осы жылдың желтоқсанында сол келісімшартқа бір қол қойып келеміз деген ойымыз бар. Оған жапондық ғалымдар өздері шақырып отыр. Арнайы жаңа қондырғылар көріп, болашақта сол отынды зерттеу үшін. Бұл жерде тағы бір отынға тоқтап отырған себебім, біріншіден жаңа отын 4-ші буындағы атом электростанция деп атадық қой. Яғни ол жердегі жаңағы ураннан бөлінен кейін қалдықтардың санын минимумға жеткізу. Бұл бірінші. Өйткені 1600 температура жеткізу, ол жаңағы қалдықсыз өту деген сөз, қалдықтарды мейлінше кеміту деген сөз. Екіншіден ол жаңағы бірден әсер етеді, пайдалы әсер ететіні. Атом электростанциясының сонда бір шартты килограмм ураннан қанша электр энергиясын өндіру мәселесі. Үшінші мәселе, ол әлемге әйгілі, мына сізбен біздің осы қолданып жүрген су 1150 градуста пиролизбен сутегімен оттегіге бөлінеді. Яғни солайша тек қана электр энергиясын алу емес, сонымен қатар жасыл сутегін өндіру. Міне 3 мақсатты бірден қойып отқан. Мен сол зерттеуді біздің зерттеу реакторында 2-3 жылда жасап береміз деген өзіміздің ойымыз бар. Мінекей халықаралық қатынастарға бізде шекара жоқ. Ең жоғары жаңа айтып отқан әлемдегі егер 30 ең алдыңғы қатарлы халықаралық зерттеу ұйымдары жоғары орындар бар болатын болса, солардың 30-мен де біз тікелей қатынастық. Мен келесі сұрағым, мына институттағы зерттеулердің ішінде халыққа тікелей пайдасы тиетін жобалар бар ма? Әрине бар. Ол бір қызығы, мысалы атом энергиясын бейбіт мақсатта пайдалану үшін экономиканың қай саласын айтсаңыз, сол саласында қолданысқа ие бола алады. Жаңа атап өттік, мысалға радиоизотоптарды мұнай және газ саласында қолданамыз. Қалайша? Енді олар жаңа құбыр бойымен жүреді. Сол құбырлар бірімен жалғаған кезде қалай жалғайды? Оны пісіреді металды. Оның сапасын қалай тексереді? Міне осы жерде, мысалы, біз жыл сайын кемде бір рет флюорографиядан өтеміз. Яғни рентген сәулесін қояды, бізді қояды, екінші жаққа жаңа біздің рентген өтіп, ішкі құрылысымыз көрсетеді. Өкпеміздің тазалығын көрсетеді. Міне сол сияқты біздің шығаратын iridium-192 көзі жаңа құбырдың мына жағын детектор қояды да, сәулелер атқылау арқылы, сонда ғана пісірілген жердің шаштың қалыңдығынан соны жерге қате келсе, соны анықтап бере алады. Одан басқа, мысалы жаңа мұнай тереңдігін қанша метр қазып жатыр, сонда ол жерде қандай тереңдікте не шығып жатыр, соның бәрін анықтау үшін бұл жерде біздің шығарып жатқан тағы да радиоизотоптар қолданылады. Медицина саласында жаңа атап өттім. Енді радиациялық технологиялар қай жерде қолдануға болады? Мысалы, қазір Алматы қаласының сорбұлақ мәселесін шешу үшін біз қазір бір жобасын отырмыз. Яғни кәріз сулары бар ғой. Яғни осы барлық үлкен қалалардың бірнеше қоймалар бар, су қоймалар, кәріз сулар жиналады. Міне ондағы биологиялық патогендік мәселе ол қалай шешіліп келе жатыр Қазақстанда. Әзірге осыны үшін химиялық реагенттермен олардың бәрін өлтіреді. Ол өлтірген сөз тазарт деген сөз емес, химиялық құрам өзгереді. Әрине басқа жақсы бағытта емес, теріс бағытта. Бірақ одан кейін соларды қалай қолданып жатқан жағын енді мен біле бермеймін, бірақ мәселе бар. Біз қазір не істеп отырмыз? Осы кәріз суларын радиациялау арқылы тазарту. Біріншіден ауыл шаруашылығына қолдануға жеткізу үшін. Яғни бұл жағдайда айтып өткім келіп отқан ауыл шаруашылығын, яғни су қажет па? Қажет, соны қолдану үшін. Екіншісі, оны техникалық су дәрежесіне жеткізу үшін. Қазір шынымен Қазақстанда неше көлік жуу орталығы бар екен білмеймін мен. Бірақ меніңше 100%-ға жақыны солар ішетін суды қолданады. Ол мысалға Еуропа, басқа дамыған елдерде
ондай жасауға мүмкіндік жоқ. Сондықтан мінекей осы техникалық су айналымына кішкене тазалап бере аламыз. Үшіншісі, Сингапур сияқты тіпті қайта ішетін су айналдыруға да болады. Бірақ оның бағасы кішкене артық болып кетуі мүмкін, жоғары болып кетуі мүмкін. Сондықтан мінекей кем дегенде осы алғашқы 2 деңгейге жеткізіп бере аламыз. Бұл нені береді? Ауыл шаруашылығын қолдану үшін су қажет. Екіншіден, ол жерде мысалы Қазақстан жылдан мысалы, егер жер шары жылдан жылға мысалы 0,9 Цельсий градусқа артып келе жатса температурасы, Қазақстанның температурасы 2,3-тен 2,8 градусқа шейін артып келе жатыр. Тіпті әлемнен асып кетеміз. Яғни Қазақстанның жасыл территориясы кеміп, құм, шөлей территориясы артып келе жатыр. Міне сол жерге кеше мысалы Алматы қаласында жақсы таза Қазақстан іс-шарасының аясында үлкен мәселе жүргізіп, Тұранға деген тал отырғызылды, қасиетті қазақ үшін. Ол талдың ерекшелігі арасында шыбығы жаңа 1 жылдық. Мысалы 70 сантиметрден 1 метрге шейін болады. Соны отырғызғанда, ол бірінші жыл тамыры 8 метр тереңге шейін кете береді, алтымен суға шейін жетеді. Сол ылғалға жеткеннен кейін, ол қалған өнімі 2-3 жылдан бастап биіктікке кетеді. Есесіне ол тал 10 шаршы квадрат төңірегінде ылғал жинайды. Міне неге осы жаңағы кәріз сулардың сұйық бөлігін ауыл шаруашылығын тазалап, енді сұйық емес бөлігін онда радиациядан тазалау арқылы бірден оны сұйық емес бөлігін радиациялық тазалау арқылы бірден табиғи тыңайтқышқа айналдырып, неге Тұранғаны жаңағы барлық шөлейт жерлерді егіп Қазақстанның территориясын қайтадан жасылдандырмасқа? Ол мысалы бір-ақ мәселе. Одан басқа мысалға қазір Қазақстанға ұқсас Канаданың жерінде, Канада егін егеді. Сол егінді жинағаннан кейін олар 8-ден 10%-ға шейін жоғалтады. Біздің статистикалық агенттігінің қарайтын болса, Қазақстан 40%-на шейін жоғалтып отыр дейді. Айырмашылық неде? Олар жаңа жиналған өнімді, бидайды радиациялық тазалаудан өткізеді. Бізде ол жоқ. Соның арқасында кем дегенде 3-тен 1-ін қайтаруға болады. Әр санына апарып, әр сапасын арттырып. Міне бұл технологияны біздің ядролық физика институты күн ертеңге қойып бере алады. Мысалы, қазір зерттеулер тағы басталып келе жатыр. Біздің инженерлеріміз шығарып отыр. Құрамын айтуға әрине ол біздің өзіміздің ғылыми құпиямыз. Порошок тәрізді дүниені радиациялық өңдеуден кейін бетонға қосып, яғни цементтің 2%. Соны бетонға қосып араластыратын болса, оның бетонның сапасы 2-2,5-ға шейін артатын түрі бар. Мен осындайда жұмыс істеп жатырмыз. Бұлар енді Қазақстанның экономикасын арттыру үшін тікелей қатысты болатынына менің ешқандай күмәнім жоқ. Мысалы, онкологиялық емдеулерді, ауруларды емдеу, алдын алу жөнінде денсаулық сақтау министрлігі президенттің жаңағы іс басқармасының медициналық орталығымен бірге 2,5 ай бойы жаңағыдай есептеулер жүргіздік. Егер қазір біздің ядролық физика институтіне 3 миллиард теңгедей қаржы құйылатын болса, біз қосымша тағы да 3 радиофарм препарат, яғни онкологиялық ауруларды емдеу үшін 3 препарат өндіре алатынбыз. Сонда жылына жаңағы денсаулық сақтау министрлігінің ақпаратына қарағанда, жылына Қазақстан 167 миллиард теңге 1 миллиардын ғана йодты бізден ғана алады. Қалған 166 миллиард теңгесі жаңа онкология ауруларды емдеу үшін кететін қаражат. Егер жаңа 3 дәрін радиофарм препараты және қосымша қазір өндіріп отқан тағы йодымыз бар. Сол 4-еуін шығарған күннің өзінде кем дегенде 80-90 миллиард теңгені біз үнемдеп қаламыз. Тіпті одан нәрсе өздері көздері жетіп отыр. Жаңа мамандардың денсаулық сақтау министрлігі бізде медициналық туризм дамып кетуі мүмкін. Яғни көрші елдер келіп бізге емделуі мүмкін. Міне осы мәселені кешенде талқыладық. Әр жоба потенциалды, ұлттық деңгейдегі үлкен жобалар. Иә, бұл ұлттық деңгейдегі. Шынына келгенде әлемдік деңгейдегі технологияларымыз бар. Мәселен, егер уақыт мүмкіндік беріп жатса, онда екеуін айтып өтсем. Біріншісі, ұлттық компания Қазатом өндірісімен бірге қазір бір жоба беріп отырмыз. Яғни атом электростансасында да уранды нейтрондармен атылау арқылы
Оның ыдырайтын бөлшектердің саны 200 варианты бар. Соның біреуі молибден 99, ол 6%. Одан біз жаңа генератор жасаймыз, жаман аурудың алдын алу үшін. 3% йод, яғни қалқанша безді емдеуге радиофармпрепарат жасаймыз. 0,9%, яғни 1% деп есептейік, ол ксенон газы. Оны өкпе ауруын емдеуге пайдаланылады. Яғни 200 варианттың 3 вариантын қайта бөліп алып радиохимиялық тәсілмен, ол 10%. Одан радиофармпрепарат дәрі шығарып, әлемдік нарыққа шыққалы отырмыз. Енді бұл айсберг тек ұшуан 10% көрініп тұрады. Қалған 90%, ол атом электростанциясының отындары сияқты қолданылмаған уран сонда қалып отыр. Егер сол енді қалдықтың ішінен уранды қайта бөліп үйреніп алсын болсақ, ал бұндай технология әлемде қазір Франция мен Ресейде ғана бар. Егер біз үшінші мемлекетке айналсақ, онда әлемдегі істеп тұрған 440 атом электростанциясының қолданылған отыны бар ма? Соны қайта өңдеп, уранды бөліп, қайта бөліп шығаруды үйреніп болсақ, онда ол енді шамамен көптеген ондаған миллиард долларлар. Мінекей, онда шыны керек уранды әлемдік деп бірінші орында сатуда, шикізатын сатуда деп мақтанғанын қойып, мінекей солардың бәрін қайта өңдеуге көшуге болар еді. Сағана көмірмен атом электростанциясының отын айырмашылығы, көмірді бір ақ рет өртейсіз. Есесіне СО, СО2 және радиацияны ауаға таратасыз көлмен бірге. Мұнда ол уран қайта шығару, қайта өңдей беруге ол молынан жететін әңгіме дүние. Екінші жоба, Қазақстан қазір тағы да кварц құм сатып жатыр. Енді пайымдауымша 1 килограмм $1 $2 сатып жатырмыз. Одан шетелдіктер не жасайды? Сол құмнан афина жасап, кремнийді бөліп алады. Сол кремнийден кейін монокристалл өсіреді. Яғни таза. Мысалға, күн батарейкасын шығару үшін, онда 99 болу керек. Яғни әрбір 10.000 молекула кремний емес, қалған бәрі таза кремний болу керек. Ал сізбен біз қазіргі қолданып жүрген мысалы ұялы телефондар, компьютерлерді, микрочиптер, одан кейін мына көліктердегі кезген көлік, ұшақ болсын, жер бетінде жүрген көлік, кеме болсын, ондағы жасқан жартылай өткізгіштер, солар қозғалтатын, тоқты түрлендіретін. Олар жасау үшін 4 емес, 9-ның санын 6 керек. Яғни әр 10 миллионыншы молекула кремний емес, қалған бәрі таза кремний болады. Яғни осыны таза кремний, монокристалл өсіреді. Міне соны, одан кейін нейтрондармен арқылы, ал жасы силикон допинг деп аталады. Сөйтіп, жаңағы ядролық реакциялардың арқасында ол жерде өнім пайда болады. Суп өнімді жаңағы кесіп, одан жартылай өткізгіш, одан кейін микрочип жасауға болады. Мысалы, сізбен біз қолданып жүрген бір телефонда 100 грамм деп есептейік микрочип бар болсын. Яғни 1 килограмм микрочиптен сөз 10 телефон. 1 килограмм жаңағы құмды $2 сатамыз, 1 килограмм микрочип телефонды $10,000 сатып отырмыз. Міне осыны қазір бізде бірінші этап шикізат бар. Екінші этап жаңағы афинаж бен монокристаллды өсіру жоқ. Үшінші этап легерлеу бізде бар. Төртінші этап бізде жоқ. Неге осы төртеуін бәрін біріктіріп, жақсы инвестор тауып Қазақстанда шығармасқа? Онда бұл экономиканы мүлде басқа деңгейге шығарар еді. Міне осы біздің Қазақстанға кем деген 2 үлкен әлемдік деңгейге технология ұсынып отқанымыз. Енді біз тек қана сұрақ қойып отырсыз, экономика деп отырсыз ғой. Мен қосымша тағы енді ғалым ретінде айтайын. Мега сайенс жобасын ұсынып отырмыз. Яғни ультрасалқын нейтрондар. Әлемдегі ең ультрасалқын нейтрондардың тығыздығы көп шығатын, сондай көзін дайындасақ, онда ол жерде мысалы нейтронның 3 қасиеті бар. Олар мысалы өткен ғасыр 1970 жылдары ашылған дүниелер бар. Сол нейтронның өмір сүру уақыты, оның дәлдікпен өлшеу үлкен мәселе. Екіншісі, оның диполдық момент бар. Нейтрондық бөлшек деп қарасаңыз, диполдық момент сөз, ол жақта кем дегенде бір заряд плюс, бір заряд минус бар деген сөз.
яғни оның қарапайым элементар бөлшек емес, ол күрделі бөлшек екенін дәлелдейді. Міне осының кезінде Жапон ғалымы бар екен теория жүзінде есептеп берген. Соны экспериментте алу үшін Америка құрама штаттары $50 миллион жоғалтып, оны өлшей алмады. Осыған қазір Еуропада ақша бөлініп жатыр. Канада Триумф деген реакторда қойып жатыр, осы реактор эксперимент. Олардың бәрін алдын орап өтуге бізде мүмкіндік бар. Яғни кем дегенде бір, біздің пайымдауымызша кем дегенде екі ол жерде жаңалық ашуға болады. Яғни Нобельдік деңгейдегі зерттеулер жасауға болады бізде, Қазақстанда. Меніңше қазіргі ядролық физика институтының әлемдік деңгейдегі орны шамамен түсінікті болған шығар деп ойлаймын. Әрине түсіндім. Енді осындай үлкен жобаларды іске асырып, әлемді мойындатып, әлемнің бетін бері қарататындай осыны іске асыратын бізде мамандар бар ғой. Мамандар деп олар адамдар. Сондықтан әр адамның өзінің енді берген уақыты бар. Мысалға институтқа қазір 2 жылдан кейін 70 жыл болады. Реакторымызға 2 жылдан кейін 60 жыл болады. Ашыланамаса бір маман жұмсап кеткен жоқ қой. Сондықтан әрине осы біздің өзіміздің білімімізді келесі ұрпақтарға 60-70 жыл деген сөз, ол кем дегенде 3 ұрпақ ауысты деген сөз. Мен сізге жаңа айтып отқан мысалға жобаларымыз әлемдік деңгейдегі экономикалық жобаларда және ғылыми да жоба. Енді осында қорытынды жасауға болады, бізде кадрларымыз өзімізде бар екен. Біз сонда кадрларды өзіміз міндетті түрде даярлауға өзімізде атсалысып келе жатқанымыз. Әрине, кадрсыз ешкімнің болашағы жоқ деп есептеймін. Егер енді осының бәрін қысқаша түйіндесек, институттың енді жалпы стратегиясы ғылымды дамыту ма, әлде елдің ғылыми мәдениетін қалыптастыру ма? Енді осы орайда расында жаңағы тағы да Қаныш Имантайұлы Сатпаевқа айналып келгім келеді. Осының жоспары бойынша тек қана ғылымды қуалап кете беру жоқ, ол міндетті түрде халықтың игілігі үшін қолданатын технологиялар қажет деп айтып кеткен. Міне сондықтан жаңа іргелі қолданбалы зерттеусіз өндіріс жоқ. Тек қана өндіріс жасай берсеңіз, ол өндіріс орында тұрмайды ғой. Әр қазақта сөз бар, 50 жылда ел жаңа, 100 жылда қазан дейді. Сондықтан уақыт өте келе ол технологиялар бәрі артта қала береді. Жаңа технологияны ойлап табатын кімдер? Міндеті ол жаңағы ғалымдар іргелі қолданбалы зерттеулердің нәтижесінде шығып отырады. Сондықтан бұл жаңа адам екі қолы болса, біреу білім, біреу ғылым болса, екеуі бірін қолдамаса, онда даму өте күрделі. Бұл жаңағы қатысты жаңа ғылымға, тек қана біз алдымызға ғылымға зерттеу алдында технология мақсат қойып отырған жоқпыз. Біз міндетті түрде ол өндіріске шығарып, экономикаға әсерін тигізу керек. Мен соның ең оңтайлы әдістерін табу керек. Өйткені ол технология тек қана біз емес, қалған елдерде шығарып отыр. Соның ішінде жаңа конкурстан жеңіп шығу керек. Сондықтан міне біздің мақсатымыз тек қана мақала жазып, патент шығарып қана қою емес. Одан кейін мысалға енді елдің арасында шыны керек мынау бізде неге ядролық физикасының мысалға немесе физиканы таңдайтын мамандар аз деп есептеймін. Неліктен? Меніңше оның себебі бірден бір себебі ол мектеп. Расында мысалы біздің мектепте өзім оқыған кезде енді мен кеңестер одағын оқыдым. Мен кеңестер одағын қайтып келсін деп армандап отқаным жоқ бұл жерде, бірақ ол шындықты айтқым келіп отыр. Мектепте қай ұстаз мықты болады? Балалар сол мамандықты таңдайды. Бізде мысалы математикада мықты болды маманымыз, физикада мықты болды, химияда мықты болды. Мен осылай не математика, не физика деп жүргенде ақыры айналып келгенде физиканы таңдадым. Қазір мысалы физиканың оқулықтарын өткенде мен 1-2 жыл Сарапшыда жұмыс істедім. Оқу орталығында. Маған жаңағы кітаптарды береді, қазақша жазылған. Енді анары қарын ашпақ түгілі ол кітаптың бетін аша алмайсың. Өйткені бәрі аударма. Аударып отқан физик емес. Сондықтан ананы өзі түсінбейді, түсінбеген нәрсені аударады, оны аударған дүниені ешқандай физик түсінбейді. Мінекей. Сондықтан бұл жерде бізде қарап қусырып отырын деп отқан ойымыз жоқ. Біздің ядролық физика институтына Алматының мысалға физика математика республикалық мектебімен байланысы бар.
Назарбаев зияткерлік мектебінің екі бағыты бар ғой, физика, математика және химиялық биология. Химия мен биология. Осы және жекеменшік мектептердің балалары келіп, ғылымға ерте беріліп осындай қызығушылық танып отыр. Егер мысалы жақындар осы төңіректе ғылым қалашығын салатын болса, ол жобаның көрдім 600 гектарға 4 кезекте салынатын жаңағы жобасын. Ол жерде егер қателеспесем 5 мектеп болады. Сол 5 мектептің қазір қателеспейтін болсам бірнеше жеке меншік мектеп ашуға бірнеше компаниялар қызығушылық осы бастан танытып отыр. Бір қажеттісі сол біздің мысалы физиканың қарапайым тілмен түсінікті қылып жазатын оқулықтар болсайшы. Міне біздің ең шын керек қатеміз осы. Жалпы ядролық физика халық үшін бір қорқынышты ұғым болып көрінеді. Институт осы түсінікті өзгерту үшін не істей алады? Өте жақсы сұрақ. Мысалы ядролық физика егер қорқынышты болатын болса, одан қорқатын болса, онда адамзат баяғыда жоқ болар еді. Өйткені жер бетіне ең бірінші нұрын түсіріп тұрған күн сәулесі, оның өзі жұлдыз, онда жүрген термоядролық синтез, ядролық реакциялар. Соның сәулесінің арқасында, мысалы материал тұрғын айтқанда, соның жарығының арқасында жер бетінде өмір бар. Егер жаңағы Қазақстанда енді шыны керек, ол барлық жерде қорқыныш жоқ. Біздің Қазақстанда ол әрине бірінші ядролық физиканы алатын болса, міндетті түрде бірінші не еске түседі? Семейдегі полигон түседі, ядролық полигон. Сондықтан әрине ол жерде атом бомбаларының қаншама мегатоннасын жарғаннан кейін әрине ол жүректі қалдырмақ түгел, ол адам осы өмірінде біле білгенше қорқып өтеді. Бірақ жаңа осы сұхбат барысында мен атом энергиясының бейбітшілік мақсатта біраз мысалдарын келтірдім. Міне соны халыққа жеткізу үшін мінекей біздер сіздермен бүгін подкастты бастап отырмыз. Сондықтан жұртты сынай бергеннен гөрі өзімізді іске кірісейік деп, осындай подкастқа міндетті түрде біз ядролық физикаға келген қонақтарымызды шақырып отырамыз. Оның ішінде мысалға мүмкін үміттенемін, Нобель сыйлығының лауреаттары келе ма деген үміттемін. Дегенмен мысалға қазір әлемдегі ең мықты жүргізілген эксперименттердің басшылары келетініне күмәнім жоқ. Солардың ғылыми негізін құрған ғалымдарды мысалы шақырамыз. Осы институтқа қатысы бар әлемдік деңгейдегі ғалымдарды шақырамыз. Міне ұзын сөздің қысқасы, жаңағы қазақтың жалпақ тілімен, немесе ол қонақтарымыз ағылшын тілінде болар, мүмкін орыс тілінде болар. Әр салада ғылымның бетке ұстар алғы шегін айтып береді, оның болашағын айтып береді деп ойлаймын. Сонымен қатар осы мектеп оқушыларына арнайы мүмкін болашақта қысқаша осындай лекциялар ұйымдастырамыз. Күрделі дүниені қарапайым тілмен түсіретін сондай физикалық мүмкін тәжірибелі қою арқылы, немесе жаңағы видеороликтер арқылы. Осы қорқыныш деген не ол? Қайдан пайда болады? Қорқыныш деген қашанда ол түсініксіздіктен пайда болады. Түсінген адам несіне қорқады? Міне осындықтан осы түсіндіру жұмыстарына өз үлесіміз қосу үшін осындай подкастты ашып жүргізіп бастап отырмыз. Осы орайда өзіңізге де алғысын білдіргім келіп отыр. Рахмет. Жүргізуші ретінде сізге енді жұмыс көп болады деп үміттенемін. Сізге рахмет. Сізге мынандай бір қызық сұрақ қойғым келеді. Жас зерттеушілер мен студенттерге қандай кеңес берер едіңіз? Жалпы мына ғылым жолына ең алғашқы қадамдарын жасап отырған жаңағы студенттерге болсын, жас мамандарға, ғалымдарға болсын, өзіңіздің қандай бір ауыз сөзбен жаңа қалай айтам, өмірлік ұстаныма немесе ұран ба? Жалпы сұрағыңыз өте қарапайым болғанмен шынымен жауап беру өте күрделі. Бұл орайда не айтқым келіп отыр? Бір ұран деген сөз өмірде оның қажеті жоқ деп түсінемін. Өйткені қатқан догма ол міндетті түрде уақыт өте келе оның күлпаршасын шығарады. Сондықтан осы орайда енді мысал ретінде Абайдың ғылым таппай мақтанба. Мысалы соны алып қарасаңыз, оқысаңыз, мән берсеңіз, соны бір оқығанда бір нәрсені түсінесіз, келесі оқығанда тереңдей түсесіз. Расында алдына адам жаңағыдай енді ғылымды не үшін таңдайды? Егер атақ, даңқ, мансап үшін құрайтын болса, қуалайтын болса, онда өмірінің аяғында осы үшеуінің біреуінде
ұстаймыз керек. Егер рас шынайы махаббатмен айналысатын болса, онда осы үшеуі келіп есігін қағады дейді. Мен мысалы өзім 1988 жылы 2-ші курста оқып жүрген кезде 3-ші курста мамандық таңдау керек болды. Сол кезде бірнеше институттарға бардым. Соның бірі ядролық физика институты. Осына келіп ядролық физиканы көрсетіп, жаңағы үдеткіштерді көрдік, реакторды көрдік. Осы жерде 40 гектардың енді бәрін тосозын шығармасақ та, ана бұрышы, мына бұрышы бәрін жүріп араластырып көрсетті. Сол кезде таңдаған мамандығым болды. Сондықтан ол енді шыны керек, одан кейін де мен тек қана ядролық физика мамасында жұмыс істеген жоқпын, әр салада жұмыс істедім. Мысалы, жоғары білім беру саласында, мемлекеттік қызметте жұмыс істедім, мысалға, саяси ұйымдарда жұмыс істедім. Бірақ жаңағы Абайдың айтқан арасында ғылымды бір сүйсең шыны сүй деген, сол ғылым қайтадан мені осында ядролық физикасына алып келді. Есесіне өмірлік тәжірибемді қолданып, қазір мысалы ядролық физикасының институтының, ядролық физика институтының дамуы қазір меніңше жаман емес сияқты. Мына жас ғалымдарға болашақ, мысалы осы мамандық таңдаған адамдар, олар бұл салада қателеспейді деп ойлаймын. Өйткені арасында көріп тұрсыздар ғой, мысалы адамзаттың кез келген дамуында әр этаптарында әртүрлі шарттар қажет. Соның бірі қазір мысалы ол энергетикалық тәуелсіздік. Электр энергиясын біреуден сатып алып отырған болсаң, көрші елдерден, онда тәуелдісің деген сөз. Әлемдегі ең тәтті, қажетті, ең керекті шарттардың бірі ол тәуелсіздік. Енді сіздер біле бермейсіздер, мысалы кезінде Вьетнамда соғыс болды, Америка құрама штаттарымен. Мен қазір қателесуім мүмкін, бірақ сол кезде адам басына шаққан кезде неше бомба жарылғанын есептесеңіз, төбе шаштық тұрады. Сол кезде Вьетнам халқы жердің астында ор қазу арқылы соның ішіне тығылып өмір сүрді. Солай аман қалды. Сол кезде мен бізге бала күнбіз, бірақ жаңа сол коммунистік партияның жетекшісі ол кезде Хо Ши Миннің айтқан сөзі, көзіне жас шығып тұрып айтқан. Ең қымбат мемлекет үшін ол тәуелсіздік деген. Сондықтан ал тәуелсіздік қазір қарап отырсаң, әртүрлі компоненттерін құрады. Соның бірі мысалға энергетикалық қауіпсіздік. Екіншісі мысалға азық-түлік қауіпсіздігі. Кейінгісі жаңа енді төлей берсең көп. Осы салада энергетика қазір көріп тұрсыздар ғой, жылдан жылға артып келе жатыр оның қажеттілігі. Сондықтан бұл жерде ешқандай шошитын ештеңе жоқ, қорқатын. Ядролық физикасына келу қажет. Біз сияқты лабораторияда аралау қажет, студент күніміздегідей. Ең жаңа өзің айтып отырса қорқынышты түсінбегендік қой. Енді егер мәңгі бақи адам өзінің өмірінде қорқып түсінбей өткісі келетін болса бұл өмірден, онда жүре берсін. Егер жаңағыдай сұрақтар туындап, соны түсінгісі келетін болса, онда қызығушылығын білдіреді. Содан кейін бір мәселе екінші мәселені сүйреп кете береді. Бір есеп шығарам дейді мысалға. Ол артынан бірнеше үлкен есептерге айналып кетуі мүмкін. Ол ертең күні мүмкін жаңалық қалып келуі мүмкін. Сондықтан бұл жерде менің айтарым сол. Негізі ең жақсы, ең дұрысы ол әрине шынайы жаңа өзінің сезімі, жүрегі. Міндетті түрде ми жүректен жоғары тұр ғой, ол да тегін емес. Ал мен әрине ми онсыз болмайды. Бірақ жүрекпен егер тыңдайтын болса, осы екеуін балансын дұрыстай алған адам міндетті түрде осы өмірде ядролық физика мамандығын таңдамаса да бәрі бақытты өмір сүреді деп ойлаймын. Сізбен толық келісемін. Подкастымыз аяғына тамамдап қалды. Сізге мынандай сұрақ қойғым келеді. Енді соңғы сұрақ. Егер қысқа бір сөйлеммен айтсаңыз, ядролық физика институты бұл жалпы сіз үшін. Жеке мен үшін? Иә, жеке сіз үшін. Енді кішігірім шегерімдеме болсын. Мен жалпы өзіміздің әулеттегі 4-ші ғылым докторымын. Менің әкем марқұм өзі құрылыс маманы болатын. Мәскеуде қорғап, алғашқы осы Қазақстанда ғалымдардың бірі болды. Одан кейінгі бауыры химиядан қорғады, Ленинградта оқыды.
Одан кейінгі ол кісінің бауыры, менің ағам, ол кісі жаңа әкем жолын қуып құрылысшы болды. Бұл жерде кішкене тентектеу болғанмен енді ядролық физикаға ауысып кеттім. Енді жасыратын ештеңесі жоқ, ана екі құрылысшы әкем мен оның бауыры ядролық физика деген кезде жарайды деді. Химик ағам, ол кісі біраз жерге екеуміз жаңағы екінші курста жүріп жаңағы оған бармайсың, жаңағы ол кісі аузына келтірмеші, мысалы жаңағы семейдегі жаңағы ядролық полигон айтып қағидағы. Енді ол кісі жаңағы қорықпақшы болған түрі шығар, енді жамандық ойламайды ғой әрине ешкім өзінің туысқандарына. Бірақ ол жерде бір мәселеге келген. Осылай мен ядролық физиканы 88 жылы таңдадым. Сондықтан ядролық физика институты мен үшін ол өмір. Енді осы мамандықты таңдадым, осы мамандықта қозғалып келе жатырмын. Өзімнің шәкірттерім бар, өзімнің арнайы бағытым бар. Қазір ол бағыт сырасында бір жағынан шәкірттерім өздері қазір ғалымдар, олар да жаңағыдай өздерінің шәкірттерін тәрбиелеп отыр. Міне осылай жаңағы енді адамзаттың даму бағытын заңдылықтарына сәйкес бізде дамып жатырмыз. Сондықтан біздің де қазір иектеріміз, бағыттарымыз көбейіп келе жатыр. Соған шын керек мен өзім шын жүрегімнен қуаныштымын. Әрі өзімнің шәкірттерім нәтижелерін көріп, оған екі есе қуаныштымын. Сондықтан бұл жалпы ядролық физика институты ол менің өмірім. Бір сөзбен айтқанда. Жақсы, рахмет Сайбек Қуанышбекұлы. Сіз осылай уақыт тауып подкаст студиясына арнайы көңіліңізді бөліп, демеп қолдап жатқаныңызға алғысымызды білдіреміз. Бүгінгі мына алғашқы маусымның алғашқы бөлімінің шымылдығын осылай ашып жатырмыз. Институттың енді даму стратегиясы бұл тек қана ғылыми жоспар емес, ол ұлттық жаңғыру мен прогрестің өзегі деп түсінеміз. Құрметті көрермендер, ғылыммен бірге болыңыздар. Болашақ ғылымнан басталады. Сіздермен бірге болған мен Айдос. Келесі кездескенше сау, аман болыңыздар. Сау болыңыздар.